Бұлар не? Пластикті салу үшін арнайы қоқыс жәшігі бар ғой. Мынау қоқыс адамға қандай зиян келтіретінін білесіңдер ма? Ол 100 жыл ыдырамайды. Мыналар бізге айтып тұр ма? Мүмкін. Керек болса өзін жинап ал, өз жөніңмен жүре бер. Мына бөтелкені кім тастаған? Қоқыстарын жинап жүрмей ме? Адамзаттың табиғатқа жасаған жақсылығы да, жамандығы да өзімізге қайтып келетінін ұмытпайық. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың оны айтатын тілі жоқ. Табиғат тіршілік көзі. Табиғат бізге көп әсемдігін, таза суын, көк аспанын, будақ бұлттары мен мөлдір суын береді. Таудан аққан өзен дауысы, жасыл шөптің сылдыры да ғажап сұлулық сыйлайды. Табиғаттың ғажайып әсемдігін көз алдына елестете отырып, өзің бір керемет сезімге бөленесің. Табиғаттың бар әсемдігін әр сөзбен жеткізу де оңай емес. Өтебай Тұрманжанов айтқандай, сүйейік, табиғатты аялайық, бізде одан жақсылықты аямайық деп, табиғатты әрқашан аялайық. Табиғаттың тылсым күшіне ұшырағанша, табиғаттың әсемдігін сіңірейік.